Хей, бәріңе сәлем достар. Бүгін мен Бейбарыс YouTube. Бүгінгі видеода біз жақында шығатын халявалар туралы айтатын боламыз. Яғни жақында біздің регионға қосылатын заттар туралы. Ең алдымен бізге қосылатын бұл бірінші зат лечение пушка. Лечение пушкаға скин шығайын деп жатыр. Мінекей осы скин. Бұның набигі двойной урончар. Точно сондай болу керек. Потому что бұл адам досыңа 25-тен жейді. Сол 50-ден жеп тез жағын көбейтетін болу керек. Ал екінші шығатын нәрсе ол мінекей мына бір боттардың киімі. Бұл киім тек боттар мен ұлттарда ғана бар. Мінекей мына киімдер қазір көрсетілетін болады экранда. Бұл киімдер бір айналдыруы 20 кристалл. Әрине бұны көп адам алады деген ойдамын, өйткені бұл қазір Free Fire'да хит болып жатқан киімдердің бірі емес, в общем, хит болып жатыр бұл киімдер. Бұл киімдер бізге примерно бір 17 июльде шыққалы мүмкін. Ал бізге шығатын үшінші зат ол қазір айтып өтетін боламыз. Айтпай тұрайын, экранда көрсетіледі. Ол да бір жорсткі нәрселердің бірі деп айтуға болады. Ол мінекей көрсетіледі. 3, 2, 1. Ол мынау киім. Басы генерал. Қазіргі золотой жекоттың басына ұқсайды. Арқасында тигрдің терісін жабылып алған бір адам. Короче, жорсткі набор деп айта алмаймын, бірақ болады енді. В принципе болады. Ал енді мынау келесі затқа қарайық. Бұл 2 оқтық дробашқа новый скин. Бұл, по-моему, перезарядка плюс сау. Перезарядка мен скорость болу керек. Сондай в принципе жақсы бұлай. Өте керемет деуге де болады, себебі эффектісі мощный. Осы заттар шығады деп айта аламын. Себебі біздің регионға бұндай заттар қосылмағалы көп болды. Ал келесі мына эмоция. Кабойдың эмоциясы өте керемет эмоциялардың бірі. Бұл эмоцияның маған бір минусы бар. Ол, короче, оның жібі болған жоқ та, жібі ше. Просто ауаға істеп жатқан сияқты сондай бір бәле. Ал келесі шығатын зат ол дерзкий зат деп айта аламын. Ол білмеймін, бірақ ол не істейтін ойында. Короче, ол мынандай зат қазір. Рогатка дейді ғой. Осындай бір рогатка. В общем, барлықтарың ойнаған шығарсыңдар кішкентай кездерінде. Ал осымен біздің видео аяқталды, достар. Ұнаса лайк басып тіркеліп кетеміз. Келесі бөлімде Ангельштамның қалай алатыны туралы айтамын. Егер де осы видеоға 100 лайк жиналып немесе 100 подписчик жиналса, Ангельштам мужскойды қалай алу керектігін айтатын боламын. Сау болыңдар.